Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Дэнни. Неге олай деп ойлап отқан шығарсыздар. Себебі мен өзімнің MCM деген атымды Дэнни деген атқа ауыстырдым. Енді достар, ол туралы кейін өздеріңіз мағлұмат жайлы біле жатарсыздар. Қазіргі Skywars ойынында бір раунд түсірдім. Енді осы бір раундта сіздерге не жайында айтқанымды айтатын боламын. Енді не үшін ауыстырғанымды. Ал ендеше достар, біз көп сөзбай тезірек видеоға кеттік. Мінеки достар, біздің ойынымызда басталды. Тезірек сындықтарсыздар. Яғни достар, енді теманы бастайын. Мен енді бүгінгі сөзімді деп айтып қояйық. Енді достар, бастайын. Яғни мен атымды Дэнниға не үшін өзгертті деп ойлап отқан шығарсыздар. Енді достар, себеп оған өте көп. Так, мына адамды өлтіре салайын қазір. Оңай. Бірақ жезін қап, оңайда қойымшы. Енді достар, оған айтуға себеп көп. Яғни достар, бірінші айта кететін болсам, MCM деген енді ол аяқ астынан пайда болған сөз деп айтсам да болады. Себебі біз бір досым екеуміз оны осы атты аяқ астынан шығара салдық. Так, просто бір бала подсказка берген соң, так, мына аю өлтірдерші, бұнда оны өлтірдім. Достар, қай жерге келіп едім? Айта берейін. Сол айтып отқанымдай, енді MCM деген ат жайша шыққан ат негізі. Мен пайди басында өзімнің атымды басқашалай қоям ба деп ойлағам. Бірақ кейіннен ат табу қиын болған соң MCM деп уақытша қоя салғам. Бірақ енді оны сіздерге уақытша қойдым деп айтпаған болатын. Бірақ енді қазір мына жерде замес болып отыр. Қазір крик. Так, Ё-моё, достар, жеңдім, базар жоқ. Керемет. Енді достар, бағанағы темама көше берейін. MCM деген ат, ол аяқ астына келген ат деп айтып кеттім уже. Яғни сосын тағы да достар, Дэнни деген атты ол. Мен енді өзім атым Дәурен болған соң, Дэнни деп атымды қоя салдым. Сондықтан енді сіздер ренжімейді деген ойдам. Бірақ енді егер ренжімесеңіздер, міндетті түрде лайк қойыңыздар. Міндетті түрде. Және де достарыңызбен осы каналды бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді достар, уже қазір бізде 5 килл. Бағана не болғанын өзім түсінбей қалдым. Ендігі біздің мақсатымыз ана адамды табу керек. Так, ол адам қайда екенін мен әзірге білмеймін. Бірақ қазір сұмдықтардан ештеңе жоқ. Менде алмазный сет. Өзім байқамай қалдым, қалай болған. Так, уже мына жерде ештеңе жоқ. Бірақ ана адамның қаяқта екенін мен әзірге білмеймін. Сондықтан, оны бұлай қарап отырсам, табу оңайға соқпайды сияқты. Екі адамна тастықтардың артынан көріп шығайық. Так, олар острықта да жоқ, мына острықта жоқ. И мына жақта, оппа, достар, таптық. Ол мына жерде. Так, енді бұны өлтіру қиынға соғатын сияқты бізге. Сондықтан, қазір, так, садақпен тиметрім өй. Так, тиді. Опа, екіншісі тиді. Бірақ ана өкінішке орай жауып алды. Так, әзірге ананы табу оңайға соқпас. Так, ход жоқ екен ғой, төбеден барам ба деп ойласам. Достар, енді осылай сіздер Дэнни деген атты қолдайды деген ойдамын. Енді MCM деген бір түрлі ат сияқты мен ойымша. Елдердің барлығы жақсы ат қойып алса, мен ғана жүрмін MCM деп. Жарайды, Дэнни деп ат қойдым. Өзіме жаңа интроны да көрген шығарсыздар басында. Сол интроны да қойдым. Өзіме Дэнни деген ат ұнайды. Сіздерге ұнаса, онда комментарияға жазып кетіңіздер. Ал сіздер өздеріңіздің каналдарыңызды қалай қоятын едіңіздер, сонда жазып кетсеңіздер, мен қарсы болмаймын. Бірақ идеяны ұрлайды деп ойлап қалмаңыздар, мен ешкімнің идеясын ұрламаймын. Жай өзім ойыма келген нәрсені істеймін. Так, мына осырықты жасырынып қап, не айтып кеттім. Так, менде балта бар и так, мұны қыз екен ғой. Өлтіре салам оңай-ақ. Так, оппа. Достар, біз бір раундты жеңдік. Енді тезірек лоббиға барып, сіздермен қоштасайын. Кеттік. Сонымен достар, сіздерге осы видео өте қатты ұнады деген ойдам. Енді Дэнниға ауыстырған себебін түсіндіңіздер деген ойдам. Ендігі достар, енді сіздермен қоштасатын уақыт келді. Менің уақытым аяқталды, сіздердікі енді басталады.
Егер достар видео ұнаса, онда міндетті түрде лайк қойып, арнаға жазылайық, комментарий жазайық. Ең бастысы достар, мені қолдауды ұмытпайық. Қош, сау болыңыздар.